Саламатсыңдар ма 3-ші сынып оқушылары? Ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәніне қош келдіңіздер. Бүгін біздің сіздермен өтетін тақырыбымыз аралас құжат құру. Балалар, біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақты қорытындылайық. Қорытындылау мақсатында кім жылдам әдісі арқылы мен сендерге 2 сұрақ беремін, сол 2 сұраққа жауап береміз. Бірінші сұрақ: құжатты қандай құрылғының көмегімен басып шығарамыз? Екінші сұрақ: құжатты қалай басып шығарамыз? Мен Базарбай Балауса Ахметқалиқызы. Біз алдымен компьютерді қосып аламыз. Және де мына тетікті басамыз. Сосын мынаны басамыз. Сосын ішіне кіреді, осыған жазамыз. Осында ақпаратты шығарып алып, осыған құжаттарды жазамыз. Және мына шетіндегі печать дегенді басамыз. Осылайша құжаттарды принтерден шығарып аламын. Құжатты қандай құрылғының көмегімен басып шығаруға болады? Құжатты принтер құрылғының көмегімен басып шығаруға болады. Жарайсыңдар балалар, біз өткен сабақты қорытындыладық. Енді біз өзіміздің жаңа сабағымызға көшейік. Бұл жаңа сабақта сендердің білетіндерің аралас құжат дегеніміз не, және аралас құжатты қалай құрамыз? Біздің меңгеретініміз аралас құжат пен мәтіндік құжатты ажырата білу. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыздың сөздері, яғни бізде 3 тілде: қазақ, орыс, ағылшын. Аралас, комбинированный, комбинет, қою, ставить, пәсті. Аралас құжат, смешанный документ, миксед документ. Яғни біздің бүгін сабағымыздың жаңа сөздері екен. Енді балалар, біз мәтінді жазуды, суретті салуды, оларды өңдеуді және сақтауды үйрендік. Енді мәтіндер суреттермен әдемі болатын білеміз, сондықтан бүгін біз мәтіндерге сурет қоюды үйренетін боламыз. Ол үшін біз пуск, все программы, стандартный, WordPad мәтіндік редакторын ашамыз. Осы мәтіндік редакторге бір өзіміздің кез келген білетін өлеңімізді жазайық. Кел бала оқылық. Осы 3 жолды жаздық. Енді осы 3 жолдың астына бізге сурет қоюымыз керек. Яғни сурет қою үшін менюлер қатарынан изображение кескін. Осыны бір рет шертеміз. Яғни бізге изображение деген жерден суреттер, яғни интернеттен тартылған суреттер ашылды. Осының кез келген өзімізге қажетсін ашамыз да, міне осылай қоямыз. Осы суреттерді балалар біз өзіміз қалауымызша көлемін үлкейтіп, кішірейтуге болады. Және де осы суретті қоюдың тағы да бір түрі, балалар, бізде Paint графикалық редактор арқылы қойсақ болады екен. Міне белгішесі тұр. Осы белгішені бір рет шертеміз. Бізде Paint графикалық редакторының терезесі ашылды. Осы терезесіне біз өзіміздің қалаған суретімізді саламыз. Енді осыны қоямыз. Міне қойдық.
Балалар, енді осы суреттің бірінің бізге көшірмесі керек болса, суреттің үстінен тінтуірдің сол жақ батырмасы арқылы бір рет шертеміз. Міне бізде ерекшеленіп көрініп тұр. Енді осыны сол жақ батырмасын бір шертеміз да, бізде жанама терезе ашылады. Осы терезеден көшіру батырмасын басамыз. Енді кез келген ашық жерге бір рет шертеміз да, тінтуірдің оң жақ батырмасын бір рет шертіп, міне бізде тағы да жанама терезе ашылды. Қою басамыз. Міне бізде екі сурет. Балалар, міне осы бізде аралас құжат деп аталады. Яғни біздің құжатымызда мәтін де бар, дайын суретті де қойдық, және өзіміздің салған суретімізді де қойдық. Балалар, бұл суретті көшіріп алу қоюды пернелер үйлесімі арқылы қолдануға да болады екен. Яғни, міне білгенге маржан дейді. Балалар, жаңа айтып өттік, белгіленген суреттерді көшіргенде, қойғанда, кесіп алғанда перне тақтадағы пернелер үйлесімін қолдануға болады дейді. Яғни Ctrl плюс S пернелерінің үйлесімі арқылы көшіру командасы орындалады. Ctrl плюс V пернелерінің үйлесімі арқылы қою командасы орындалады. Ctrl плюс X пернелерінің үйлесімі арқылы қию командасы орындалады екен. Енді балалар, біз сабағымызды ары қарай жалғастырып түсіну үшін бір тапсырма орындайық. Міне, талдап салыстырайық дейді. Аралас құжат пен мәтінді құжатты салыстыр дейді. Бізде балалар екі сурет берілген. Бірінші суретті алып қарайтын болсақ, бірінші суретте бізге отбасының суреті бейнеленген, және астында осы отбасымызға байланысты өлең шумақтар жазылған. Ал екінші суретімізде бізде жаңа жылға байланысты қысқаша ғана мағлұмат берілген. Енді бірінші суретке қайта оралатын болсақ, бұл жерде бізде аралас құжат болып есептеледі. Өйткені аралас құжатта бізде сурет те бар, мәтін де бар. Ал мәтінді құжатта сурет жоқ, тек мәтіннен ғана құралған. Енді балалар, біз сендер сабақты, тақырыпты жақсы түсіндіңдер деген сенімдемін. Және де сол сеніммен сендерге балалар үйге тапсырма берейін. Міне, үйде орындайық, яғни оқу тапсырмасы. Бізде кестедегі әріптердің бір түстілерін қосып оқып, қандай сөздер шыққандығын айтамыз, және бұл қандай программада қолданамыз дейді. Яғни, мен сендерге мысал біреуін көрсетейін. Қалам дейді. Қалам бұл бізде Paint графикалық редакторында қолданады екенбіз. Және де ары қарай өздерің тауып, дәптерге жазып, маған WhatsApp желісі арқылы жеке жібересіңдер деген сенімдемін. Балалар, осымен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқан балаларға көп рахмет. Жарайсыңдар.